Батыс Қазақстан облысына іс-сапармен Роза Бағланова атындағы Қазақконцерт мемлекеттік концерттік ұйымы келді. Бірнеше күн қатарынан аймақ тұрғындарына өнер көрсетіп, көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Ел бірлігі жаңа Қазақстан жобасының шеңберінде бұл шара Ақсай қаласындағы мәдениет үйінде де өткізілді. Әдемі шара Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның ұйымдастыруымен өтті. Концерт барысында Астана сазы фольклорлық ансамблі халықтық әндер мен заманауи хит әндерін орындап, көрерменнің жоғары бағасына ие болды. Көрермен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Бағдат Самидинова, Нұрболат Арзамасұлы, республикалық сайыстардың жүлдегерлері Алихан Дүйсенбай, Беризат Тұрарбекова, танымал әншілер тобы Меламен, Әлібек Алмадиев, Райым Уайс сынды өнерпаздардың концертін тамашалап, оң бағаларын берді. Меламен тобының әншілері Ақсайға осымен екінші рет келіп отыр екен. Аудан халқының қонақжайлылығына өз ризашылықтарын білдірді. Жақта осы мәдениет саласының барлық нәрсесі дамыған. Халқы да өте мәдениетті, суретке түсер кезде де, қошеметі де, жалпы мынау залдың өзі күшті да, атмосферасы, аурасы жаңағыдай. Сондай өздерінің бір кең пейілдерімен баурап алады жалпы біздің елдерді, өнер адамдарын. Ақсай халқына ең бастысы елдеріңіз көркейе берсін. Халық әрдайым озбіршілікте, осылай өнерді бағалаған халық. Жалпы қазақ өнерді бағалайды ғой, өте қатты бағалайды. Ол нені білдіреді? Мәдениеттің белгісі, мәдениеттіліктің белгісі. Аман болыңыздар, ең бастысы денсаулықтарыңыз мықты болсын. Шара соңында аудан әкімінің орынбасары Асланбек Сарқұлов аудан әкімі Еркебұлан Ихсанов атынан алғыс хат және естелікке сыйлық табыстады. Өздеріңіздің әндеріңізбен сусындап, тамаша көңіл күйде болды деген ойдамын. Жалпы түркі халықтары үшін ерекше мереке, ұлық мереке, ұлыстың ұлы күні қарсаңында 12 айдың сұлтаны Рамазан айында осы бізге келіп,
жақсы бір қазақтың өнерін дәріптеп жатқандарыңызға көп рахмет. Үлкен сапарда жүрсіздер, сапарларыңыз оң болсын. Атап өтетін нәрсе, бұл концерт тегін ұйымдастырылды. Анаргүл Көшербаева, Майя Мерова, Азамат Бабагуржиев, Қарашығанақ телеарнасы.